Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай сүп-сүйкімді тасбақа тортын әзірлейтін боламыз. Менің каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай 6 жұмыртқамызға қантымызды 3 немесе 4 бөлікке сала отырып, миксермен жақсылап шайқап аламыз. Міндетті түрде асықпай ұзақ шайқаңыздар, себебі біздің бисквиттеріміз көтеріліп, әдемі болып, жұмсақ болып пісу үшін осылай 5 минут толықтай шайқап алу керек. Енді ұнымызға қопсытқышымызды араластырып, осылай жаңағы жұмыртқалы массамызға күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай көтере отырып, миксерсіз араластырып аламыз. Ешқандай миксер қолданбаймыз. Осындай қою масса шығады. Соны противенімізге пергамент қағазын төсеп алып, осындай домалақ печенье үлгісіндегі бисквиттерімізді жасап шығамыз. Менде бұл қамырдан дәл осы противенмен 3 бөліп пісірдім. Әрқайсысын 10 минуттан пісіріп аламыз. 180 градуста алдымен пешімізді қыздырып алып, солай әр салғанымызды 10 минутта пісіріп аламыз. Барлығын осылай қамырымызды пісіріп аламыз. Енді пропитка дайындаймыз. Оған осындай сгущенкаға азғантай су құйып, бөлме температурасында осылай араластырып жіберіп, әрқайсысын бетіне жағып шығамыз. Сонда біздің тортымыз сүтті дәм алып, нәзік болып шығады. Міне барлығын пропиткамен жағып шықтық. Енді тортымыздың кремін әзірлейік. Әртүрлі қалауыңызша креміңізді қолдана берсеңіз болады. Менде кілегейге қантты қосып, осындай кілегейлі крем дайындаймын, яғни сливки 33%. Сливкеміз міндетті түрде салқын болу керек. Және де ыдысымыз бен миксеріміз құрғақ болу қажет. Осылай үзбестен қантымызды 2-3 бөлікке бөле отырып салып, 5-7 минут қою масса болғанша араластырамыз. Кремді осылай миксермен алғанда сенімді түрде өз қалпын ұстап тұру қажет. Енді осындай тасбақаның аяқтарына ұқсайтын ұзынша келген корждарымызды және де басына ұқсайтын дөңгелек бір коржды алып қаламыз. Яғни 5 коржды бөлек алып қаламыз. Қалғандарынан осылай кремге батыра отырып, ортасынан бастап осылай дөңгелек төмпешік етіп, тасбақаның денесін құрастырамыз. Тортыңыз жұмсақ нәзік болып шықсын десеңіз, кремді аямаңыз, және де қалған кремнің көп бөлігін осылай үстіне тегістеп жағып шығамыз. Енді бір 4 печеньені бөлек тағы алып қаласыздар, оны үстіне әрлеу үшін қолданамын. Ол міндетті емес. Осылай басын, аяқтарын қойып шығамыз. Осылай астына көтерсе, оңай көтеріледі. Осылай астына тығып салып шығамыз. Енді қалып қойған кішкене кремді қолдана отырып, осылай бос қалып қойған жерлеріне кремді толтырып, қасықпен тегістеп шықтым. Шоколадпен әрлеу үшін шоколадымызды осылай кондитерлік қапшыққа салып, үстіне қайнаған су құйып 5 минут ұстап алдым. Осылай өзі әп-әдемі болып еріді. Ұшын қайшымен кесіп, осындай басына көзін, мұрнын, аузын салып, және де үстіне теңбіл ала өрнектер салып шықтым. Ал аяқтарына осындай ұзын жолақтар салып шықтым. Мінекей біздің тортымыз осымен дайын. Дайындалуы өте оңай. Көріп тұрғандарыңыздай көп уақытты қажет етпейді. Бұл тортта ең қиыны күту, яғни дайын болғаннан кейін бір түн бойы холодильникте, яғни тоңазытқышта ұстау қажет. Сонда біздің тортымыз жұмсақ болып, кремі сіңіп, дәмді болып шығады. Мен видеода ертерек кесіп жатырмын, яғни дайын болғаннан кейін кесіп тастадым. Сондықтан да сіңбеген әлі бұл жерде. Ал шыдамдылық танытып түнде әзірлеп, таңертең жесеңіздер керемет жұмсақ нәзік болып шығады. Міндетті түрде мерекелік дастарханға немесе балаңыздың туған күніне балаңызды қуанту үшін дайындап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.